Неше сағат бойы еңбектеліп жасалған пирожкиіңіздің арасы шикі болып қалып жатса, онда осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді, арасы шикі болмайтын пирожкилер дайындайтын боламыз. Алдымен жылы су сүтімізді құйып, үстіне қант, тұз, ашытқымызды салып, ерітілген сары майды және бір жұмыртқамызды салып, бір араластырып алатын боламыз. Өлшеп алған ұнымызды біртіндеп салып отырып, қолымызбен жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз және 1,5 сағатқа көтеруге қоямыз. Салмасына менде асылған картоптың үстіне қуырылған жуа, сары май, тұз, бұрыш және асылған картоптың кішкене сорпасын құйып жіберіп, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Көтерілген қамырларымызды алып, өзімізге керек кішкентай бөлшектерге бөліп, қолымызбен түйіп, көтерілуге 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілген қамырларымызды жұқа етіп жайып, арасына салмасын салып алып, жиектерін жақсылап түйіп шығатын боламыз. Түйіп жатқан кезде қалың қылып түймеңіздер, барынша жұқа етіп, бірақ ашылып кетпейтіндей қылып түйіңіздер. Теріс қаратып, осылайдан аунатасыздар. Сосын құрғақ сүлгінің үстіне қойып қоясыздар. Көтерілгеннен кейін орташа отта қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып алыңыздар. Көбінесе қыздар шыдамай тез пісіп тастаған кездеріңізде арасы шикі болып қалады. Сол себепті түйген қамырларыңыз кем дегенде 5 минутта көтерілсін, сосын қуырыңыздар. Ал баршаңызға ас болсын.